Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен курица в кисло-сладком соусы дайындаймыз. Тауық етін ұзыншалап турап, майға қуырамыз. Үстіне керегінше кукурузный крахмалды салып, жақсылап араластырамыз. Кукурузный крахмалды осылай көз өлшеммен сала беріңіздер. Жақсылап араластырып, тауық еті қызарғанша қуырып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай тауық еті жақсылап қуырылды. Енді бөлек ыдысқа салып аламыз. Тауық етін қуырып болғаннан кейін сковородкамызды бір тазалап аламыз. Тазаланған сковородкамызды қайтадан газға қойып, үстіне 3 ас қасық құмшекер саламыз. Құмшекерді аздап қуырып аламыз. Құмшекер қуырылып болғаннан кейін үстіне яблочный уксустан 3 ас қасық құямыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай құмшекер мен яблочный уксус осылай бір қайнап алады. Одан кейін үстіне 3 ас қасық соевый соустан құямыз. Жақсылап араластырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай барлығы жақсылап араласып, дәл осы видеодағыдай бір қайнау керек. Дәл видеодағыдай қайнап жатқан кезінде үстіне қасықтың ұшымен қызыл бұрышпен және қара бұрышты саламыз. Тағы да бір араластырып аламыз. Енді үстіне 3 ас қасық кетчупты саламыз. Тағы да бір араластырып аламыз. Сковородкаңыздың отын паситіп қойыңыздар, күйіп кетпесін. Енді үстіне бір чеснокты сығып саламыз. Екі ас қасық оливковый масло немесе 2 ас қасық пісте май құйсаңыздар да болады. Осымен біздің кисло-сладкий соусымыз дайын болды. Енді үстіне жаңағы қуырып алған тауығымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай тауықтың түсі ерекше түске айналды. Дәмі де өте керемет болып шығады. Бұл тағам өте оңай жасалады. Дәмі де өте ерекше, асыққан кезде тез жасалатын тағамдардың бірі. Ең бастысы тауықтарыңыз еріп тұрса болғаны. Тауық еті мен соусымызды жақсылап араластырып, қуырып алғаннан кейін үстіне жарты стаканға жетер-жетпес су құйып, жақсылап тағы бір қайнатып аламыз. Суымыз тартылып қоюлана бастаған кезде үстіне күнжіт салып, сковородкамыздың бетін жауып, баяу отта 10 минуттай пісіріп алсақ жеткілікті. Гарнирге күрішті қайнатамыз. Дәл осы кезде күрішімізді де қайнатып, салқын суға салып дайындап қоямыз. Курица в кисло-сладком соусы осымен бізде дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте керемет, өзінің ерекше дәммен, қайнатылған күрішпен өте ерекше үйлеседі. Үйде жасап көріңіздер, барлықтарыңызға ұнайды деген ойдамын. Егер де менің видео рецептерім сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналға жазылуды ұмытпаймыз. Сіздермен бірге Тоғжанның асханасы.